Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен пигодидің өте қарапайым жолмен әзірленетін рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ұнымызды жақсылап електен өткізіп аламыз. Содан соң ұнымыздың үстіне ашытқы, тұз және 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Одан соң жылы суымызды аздап шетінен құя отырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Содан соң бетін жауып 1,5 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Қамырымыз көтеріліп дайын болған дегенше ортасына қосатын салмамызды әзірлейтін боламыз. Мен мұнда фаршты, капуста және пияз, картопты ұсақтап турап майға қуырып алдым. Қамырымыз көтерілгеннен кейін осылай дөңгелек формаларға келтіріп аламыз. Содан кейін осындай қалыңдықта оқтаудың көмегімен немесе қолымызбен жайып шығамыз, тек қатты жұқа болып кетпесін. Әрі қарай дайын салмамызды осылай қамырлардың ортасына салып, видеодағыдай түйіп шығамыз. Қамырларыңызды барынша осылай қаттырақ қысып шығыңыздар, өйткені буда пісетін болғандықтан бұл тағы да көтеріледі, сол кезде ортасы ашылып кетпес үшін. Немесе осы видеода көрсетілгендей етіп түйсеңіздер де болады, сол кезде пигодидің көрінісі әдемі болып шығады. Жалпы достар, пигодидің ортасына салатын салмаларыңызды өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Піскен етті немесе капустаның өзімен әзірлесеңіздер де болады, немесе дәл осы мен сияқты қосып әзірлесеңіздер де болады, ол өз еріктеріңізде. Мінекей достар, пигодидің бәрін түйіп шықтық. Енді мантоварканың астын майлап, кәдімгі манты пісіргендей 40-45 минут көлемінде орташа отта пісіріп алатын боламыз. Және достар, пигодиді мантоваркаға орналастырылған кезде бір-біріне жақын қоймаңыздар, осылай ортасын ашық орналастырыңыздар. Өйткені бұл ашыған қамыр болғандықтан тағы да будың көмегімен көтерілетін болады, сол кезде бір-біріне жабысып қалмас үшін. Мінекей достар, біздің пигодиміз дайын болды. Қамыры барлығы толығымен піскен. Міндетті түрде осы рецептпен әзірлеп көріңіздер. Өте дәмді болып шығады және жасалу жолы өте оңай. Үйдегі бар қарапайым заттардан жасалады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.